кептер деген не? Көгершін. Көгершін? Бұл көгершін емес, бұл көгүчкөн. Қақтағы кептер көгершін деп жүрсің, ал көгүчкөн тетақтада көгүчкөн, тетақтада көгүчкөн. Грибыны қазақша не дейді деп айттың? Өте орынды сұрақ. Грибыны біздің қазақта 1947 жылдан бастап саңырау құлақ деп атайды. Яғни керен құлақ. Керен құлақ? Ал керен құлақ емес, ал қозы қарын. Қозы қарын? Қозы қарын деген ол қорада қозылардың қарны болады. Қозы қарын деп сондай жай. Бізде деген грибыны қозы қарын дейді. Керен құлақ емес, қозы қарын. Алса енді не болды? Фу, жан, потом мені сүйетін болма, түсіндің ба? Нез болдың, жаман емес. Сасы қал. Мұны өлтірсең сасы тазыр, жан. Өлтірмей сол үшін. Өлтірсең адам да сасиды ғой, шан. Студияға келе жатырман. Сол, ұйқым қанбады, бірақ уже қанша күн болды. Аз ұйықтағаннан кейін ба, нормально болып тұрмын. 4 сағат ұйықтадым только, по идее. Солай, в общем. Ал, қазір образын көрсететін болам. Қызық шығар, бүгін күшті образдамын. Прям настроением. Бұдан кейін осылай жүрем деп шештім ше. Бұрында постоянно киініп жүретін. Кейін со временем уже андай басқаша киіне бастадым. Оказывается, тең алып жүру керек, да? Резко образ өзгертіп жүрмеу керек. Сол, эфир. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Біз эфирге дайындалып жатырмыз. Магазинге барып келе жатырық. Самса алдық. Нағыз қолында помидор бар. Қазір мен студия жаққа бара жатырмын. Жолды жөндеп жатыр ғой бабая. Вот, үсті басым мыж-мыж, үйде свет жоқ. Сағат 10-ға дейін отырдым, жанатын шығар деп. Именно футболка киім келді, и футболкалардың барлығы мыж ғой. Бүктеліп неде қалай еді? Шкафта тұрды. И алдында осылай мыж киінше киіп алдым. Сегодня я в домашнем виде. Осылай жүріп, короче. Вот. Енді қанатбай настроением әдемі болып тұр. Күшті настроением. Мен эфирдамын. Бүгінгі образым осындай. Бүгін цвет настроения черный дегендей. Кстати, маған осындай дас парфюмнан духи келді. Өзім таңдап алдым. Қазір осыны бірге ашатын боламыздар. Как раз мен үйде 2-3 бар, бірақ олар шыны керек ұнамай қалды. Мен әр кезде ауыстырып тұрамын духиларымды. И ең жақсы вот қош иісті духиларды өзім